Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай булочкалар жасаймыз. Ыдысымызға жылы сүт, шекер, жұмыртқа, тұз, дрожж, ұн салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз осындай болған кезде ішіне еріген сары майымызды құямыз. Жақсылап араластырып, жылы жерге бетін жауып 1-2 сағатқа қоямыз. 2 сағат өткеннен кейін қамырымызды алып, дөңгелектер жасап, пергаменттің үстіне қойып шығамыз. Дөңгелектеріміз дайындап, 20 минутқа бетін жауып, көтерілгенше қоямыз. Оған дейін біз арасына сүзбе дайындаймыз. Салмасына сүзбе, жұмыртқаның сарысы, шекер, сары майды салып, блендермен езіп аламыз. Салмасы осындай болуы керек. Енді бетіне себетін дайындаймыз. Ол үшін ұн, шекер, сары майды қолмен езіп аламыз. Осындай түйіршіктер пайда болу керек. Енді дөңгелектерімізді алып, стаканның түбін майлап, ортасын басып шығамыз. Салмамызды ортасына салып, жұмыртқаны жағып, бетіне сеуіп шығамыз. Қалауымызша кез келген жидек салсақ болады. Қызып тұрған духовкада 180 градуста 20-30 минут пісіріп аламыз. Сонымен біздің булочкаларымыз дайын. Менімен болғандарыңызға рахмет. Лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыз.